Уханы қандай балықтан пісіреріңізді білмей жүрсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бізге осындай қызыл балықтың басы қажет. Оны мен Шапағаттан 1,5 теңгеге ғана алдым. Үйге алып келіп, жуып, қазанға салып, су құйып, лавровый лист салып, тұздап, қайнағанша қоям. Қайнағаннан кейін бір пиязды аршып, турап салатын боламын. Қайнағаннан кейін ақырын отта 30 минут пісіретін боламыз. Және де сәбізімізді осылай соломка етіп турап алып, соломканы қуырған түрінде мен жақсы көрем. Сол себепті майға осылай піскенше қуырып аламыз. Және осындай балықтан сіздерде өте дәмді уха шығатын болады. Видеом ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Оның барлығы тегін. Барлықтарыңызға кеңес берем. Осындай бастан уха пісіріңіздер. Өте арзан және өте дәмді. Осылай және картошкамызды аршып, тазалап, жуып, қайнап жатқан сорпамызға саламыз. Күрішімізді жуып, осылай ухаға салып, картобымыз бен күрішіміз бірге піскендіктен бірге саламыз. Содан кейін басты сүзіп аламыз. Басты сүзіп алғаннан кейін қолмен осылай бөлеміз. Етін ал бөлек, сүйектерін бөлек. Балалар көмектесіп жүр маған. Балықтың еті дәмді, балалар жеп алды жартысын. Балалардан қалғанын сорпаға салатын боламыз. Менің көмекшілерім. Осылай етті қолмен бөліп алғаннан кейін езіліп піскенде өте дәмді болады. Сол үшін көбірек қайнатсаңыздар жақсы. Осылай сорпаға балықты саламыз. Және міне сорпамыз дайын, ухамыз дайын болды. Тәрелкеге құйып, жасыл шөппен жіберсеңіздер болады. Өте дәмді. Рахмет.